Ассалаумағалейкум. Қазақ ел қалайсыздар? Бүгін біз осындай қазағымыздың кереметті табиғатына келіп, ауыз ашарға осылай тамағымызды істеп, мына жақта кереметтей өзіміздің көк туымыз қайда жүрсек те бірге алып жүретін. Сүйіп қояйық. Бұйыртса бізде осы екі видео шықты ютубқа осы Максиге. Мынаны қарасаңыздаршы. Видео. Жаңадан келді. Видео көрсеңіздерші. Бұл бізде танк. Қарасаңыздаршы. Қандай жарғанат болады ғой бір. Или вампир ма анау? Қызыл көзді. Сондай болып тұр. Бұйырса осы танкке обзор шығады. Осы Макси екеуін салыстырылып түсірілген видеосы. Алдағы уақытта түсіреміз. Жеке контент болады дейді. Осындай кереметтей қазағымыздың табиғатына сусындап, бір жағынан жұмысымызды жасап, бір жағынан ауыз ашарға тамағымызды даярлап, қазір достарымызда келіп қалу керек. Еще бүгін Рамазан айының бүгін 5-і, яғни 5-нен 6-сына ауған кеш, қадір түні, жұма қасиетті күнде осындай берекелі болып жатыр. Аллаға шүкір, тәубе етеміз. GoPro'мызды бәрін алып келдік. Шитогын көрсеткен. Танк енді стандарт жүреді емес осындай да примерно. Так, мына жақта бізде поколение, 3-ші поколение танк қой, өйткені алдында несі. 3-ші поколение, иә? Бензин бұл жерде алдында, иә, айтпақшы, бак. Мына жерден құйылады, бак тура осы жерде орналасқан. Ашық көрсеңіздер осылайынан түседі. Мына жерінің енді кеңдігін айта алмаймын енді. Бағана қанша зат істейді бұл жерге? Біраз зат салып қой енді. Айта алмаймын енді. Мынаны қарасаңыздаршы. Мынау танктікі көрдіңіздер ғой несін, көлемін. Қасқыретсе енді Максидікін көрсетейін де сразу осы жерде. Көрдіңіз алдында ғана тұр да? Өзі документ міне. Алдында ғана тұр. Енді мынаны бір көрсетіп жіберейік қайтадан. Көрдіңіз ба? Шлемді істеп дот шлеміміз, үлкен шлеміміз дот. Көрдіңіз ба? Максидың денесі үлкен болғанын қайтейін, багаждар осы деймін. Багажы өте керемет. Айтады ғой, бір мақал бар ғой. Әлемнің кеңдігіне не пайда, аяқ киімің не болмаса дейді. Қар болса дей ма? Сондай бар. Сондай бір мақал қарашы, дұрысына жазып қоярымыз астына. Мына жақты қарайтын болсақ, мына біздің қажетіміз күнде көріп жүрген қажет Бамикста. Енді өрден братан. Мен негізі мамандығым осы поварлық қой. Сол қайтадан еске алып отыр. Контент қарасаңыздар. Қазағымыздың көрнектесінде көп суық ағып жатыр, тамақ істеліп жатыр, обзорымыз түсіріліп жатыр, қонақтарымыз келе жатыр. Не керек одан? Міне өте керемет табиғат. Алдағы уақытта осы ютубқа салатын боламыз. Ары кетсе бір 15 минут видео шығады деген ойдамын. Осы жерге келгенде түсірдік ютубқа аяқ астынан. Негізгі контент тикток болған. Мына екеуін тұрысы бөлек. Қайтадан видео түсіреміз ба? Что-то мынау или осылай оффлайн қылып саласыламыз осы. Бұл лайв видео ғой, ютуб қой. Ютубқа, иә? Шынайылық қой бұл жерде, ешқандай ондайға монтажсыз. Короче, онда примерно бір айтып кетейін. Енді бұл танктың мінезсізін өздеріңіз мына нелерден көресіздер, екі жағын салыстырып видеоға күшті қылып мына диаспауырын істеп қояды, деріске өз видеоны істеп жүріп. Қай видео шығып жатыр, осы диаспауырын түсіріп жатыр, өзінде бір түсіріп қойшы. Сол енді осы видео нормально шығарам деген ойдам. Мынаны да қазір екеуін әдемі түсіріп алып, уже обложканы да мида ойлап қойдым, табиғатты түсіріп алып. Сол түсіретін боламыз. Қолдан келгенше. Бұйырса осы внешность жағынан енді самурайдан менің ойымша плюс-минусын айтып жіберейін. Ой, Максиден. Бұл жерде жаңағы защита жағы қарастырылған. Темірмен как положено. Енді бұның аты айтып тұрғандай танк қой. Даже урычка қол қорғағыш дейді, мына жеріне кішкентай несін қойып қойған. Енді мына арт жағының өзінің мынандай пластмастарының бәрі қорғағыш темірлерімен, осысымен танк аталып кеткен жайы бар. Ол танк аталып кеткен жайын қытайларымыз көріп, танк деп шығарған жайы бар ағайын. Осылай енді
внешний жағынан осыны көрсетіп жіберейік. Енді моторы 150 куб, по документация 50 куб. Осы GST қаяқта тұр бізде? GST фирмасы. Бұйырса одан кейін бір күшті нәрсе айтып кетейін де сіздерге. Ешкімге айтпаңыздар. Мынандай бір нәрсе бар да. 30.000 километрге 2 жылға гарантия. Кім беріп жүр сіздерге айтыңыздаршы? Смело. Дәл осы. Ешкімге айтпаңыздар бірақ, өздеріңіз ғана біліңіздер. Дәл осы GST маркалы мопедімізді бізден алсаңыздар. Официально ауызбен емес. Мына жерде көрсетіп өтейік. Официально. Мына жерде 24 не дейді? Бізде не дейді? Яғни марк. Көрдіңіздер ғой? Осы бойынша 2 жылға шарттары, мысалы, книжка шығаратын боламыз май ауыстыруға. Яғни обкаточный уақытындағы майы, содан кейін каждый 1000-2000 километр сен ауыстыратын майын бәрін, книжкасын бәрін толтырылып берілетін болады. Родной, жай біз ол гарантияны беріп жатқан жоқпыз. Яғни біз бұған сенімдіміз. Бұйырса жақын арада тағы да бір мопедтер келеді. Білесіз бе, қанша мың километрге? Дияс, сен білесің бе? Жоқ. 50.000 километрге гарантия беріледі. Жаңа модельдерге де Қазақстан. Бұйыртса, жақында осы май айында басталып келінеді. Сондықтан енді мына GST фирмасын енді мен сенімді түрде сапасын айтып жатырмын да жігіттер. Сонымен қатар бағасы да сіздерге лайықты жасалынған. Сонымен қатар сіздерге, яғни не істеп қойдық біз? Ремонт ашық қойдық. Дұрыс па? Ремонт, запчас бәрі бар. Сонымен қатар запчас магазин, аксессуар магазин бәрін ашып қойдық ағайын. 24-те 7 қылып қойдық Алматыға. Білмеймін енді одан артық қандай услуга көрсетеміз. Бірақ қайтпаймыз, дәлше дамыта береміз. Қаланың ортасынан жер аламыз, дәлше бойынша да, дұрыс емес па? Енді купли-продаж, бүкіл документін беріп жатыр. Максиден уже бітті, аз ғана қалды. Бұйыртса уже қалап әкетіп жатыр, Алла қаласа. Осындай контент бұйыртса енді. Енді алдағы уақытта осы братжандармен бірге осылай табиғатқа шығу ойда бар ма? Бұйыртса осы братжандармен. Бұл жер емес енді, бұл жер келмей қалады. Қалай айтсам болады. Үлкен Алматы көлі, можно, да? Или тур жасауға болады Көлсайға. Оны енді жігіттер біздің BAMX Magnumға тіркеліп, сол жердегі жаңалықтармен танысып отырсаңыздар, күнделікті өзіміздің парақшамызға салып отырамыз. Алдағы уақытта міндетті түрде міне осы жерде қажет тұр, өрден тұр, бұйыртса үлкен оборудованиемізбен, үлкен продуктлерімізбен қасымызда поварлар тұр. Тамақ істеуге, иә? Поварлар тұр қасымызда, стажы бар қазір. Стажы бар қазір. Шеф-поварларға бұл екі жігітше. Шеф-повар, қолдағы алтындар ғой. Турауының өзін көріпсіңдер ғой жігіттер ма? Жаймай адамдар бұндай шықпайды. Қажет сендер тек қана продавецті ойлап жүрсіңдер ма? Жеті қырлы бір сырлы деген біз екеуміз туралы айтылғандар. Сол қазір тағы да көрсететін боламыз жігіттер. Осы жерде қазірше біз дайындық үстіндеміз ауызашарға. Біздің жігіттер ауызашарға тамақ пісіріп дайындап жатыр. Одан да бөлек бізде артында көріп тұрғандар Макси мопеді мен мына жақта танк мопедіміз бар. Сразу осы екі мопедімізді сразу алып тексеріп көрейік дедік енді. Тауға шыққаннан кейін тартысы қалай болады екен, өрге қалай тартады екен, сонысын өзімізге қызық болған соң осы екі мопедімізді алып шықтық. Өте керемет, өзімнің таңғалғаным, бұлар оңай шықты. Кейбір жерде машина қиналатын жерде мопед вообще қиналмай шықты. Ең бір қызық жерлерінің бірі, бұл локацияны біз ойланып отырдық та, қазір біз от жағайық деп жатырмық қой енді. Бізде, как положено, бүкіл қазандық, специальный газовый оборудование бәрі бар. Бірақ от жағуға болама деген сөз да. Судың қасында, ошағымыз судың қасында, специальный ошағы бар полный. Газовый оборудование. Енді сол ойланып тұр. Не істейміз? Ассалаумағалейкум, братжандар. Сіздермен бірге мен Дияс. Мына табиғат көріп отырсыздар. Өте керемет ютубқа блог кішігірім 11-ден минуттағыдай блог болады деп ойдамыз. Сайбиге барып видеомызды көрсетіп берейік па. Сол
Бұл жақта машина да бар. Бәрі бар жатады. Қашпа? Бірден екі сәт тұрды. Еттерін былай пісіріп жатыр. Өзі керек қазір салатын боламыз. Астында оңында керемет деп жанып жатыр. Бұл ютубқа қазір мен просто қолым сәл бос емес, тек екі жақтан видео түсіріп жатыр. Кетті ба? Контенттің үстіне контент. Өрден біраз сәл күтпейді екенсін адам негізші. Сәл соға қыламын. Салайыз. Нақтыш бірдей. Жүргенде біз енді пловты бастап кеттік, не істейміз енді иісін айта алмаймын мен. Мынаны күту деген енді біраз қиындау болып жатыр ше. Иісі өте прям алып жей бергім келеді ше уже бар ғой. Егер камерадан иіс өтсе ана иісті енді иіс келген болсаңдар енді өте прям андай хош иіс қой ше, мынандай табиғатпен мынандай табиғатпен хош иіс деген өте керемет нәрсе екен енді. Бізге бір ең қызық болғаны мопедтер қалай шығады. Например, кейбір жерде машиналарымызда ондай қатты дұрыс тарта алмай жатты тауға шыққандықтан. Бірақ бір қызығы мопедтер оңай шықты, смело, ешқандай қиындықсыз шықты, қиналмай шықты. Көріп тұрғандар мопедтерді осылайынан әдемілеп қойып қойдық, біраз локация әдемілеп көру үшін. Ол жарайды енді. Даже дым артық расход дым да болмады ғой. Как положено, солайынан тұр ғой. Так что, жігіттер, алдағы уақытта бізде бұл екеуінің салыстырмасы болады. Салыстырма дегенде енді бұл қайсы тиімді, қайсы күшті, қайсы әдемі, қайсы кімге қалай ұнайды деген сияқты нәрселер ғой. Алдағы уақытта новыйдан түсіретін боламыз. Ал бізге әлі где-то 1 сағаттай күту керек біздің палауымыздың пісуіне. Салам алейкум. 5 saat biz biz составпен Алматы қаласының тауларына қарай келген жайымыз бар енді. Өз биктер алдағы уақытта мопедистермен де айыбырын айтып шығамыз деді ғой. Сондықтан да біздің Instagram, TikTok, YouTube каналдарымызға подписаться етіп қойыңыздар. Қандай тамақ, мына тамақты жегенде арманда. Қандай ғой? Сырт жақта жеген тамақ тем более тәтті болғандай. Необычный случай. Енді бұл бөлек енді. Видеодан кейін ер ғана мен үлкенге тамақ алмаса да қиын болады жағдай. Бұны алып қаламыз енді оларға. Апарып береміз. Бірақ енді келетін жігіттерден қалама деген ой болып тұр ше. Ол жігіттерден мынандай тамақты қалдыра ма екен? Тығып қоймасақ қалдырмайды ау бұндай тамақты да. Сарқырама емес, бір бұлақтың
көрінісін бір көрсете кетейін. Өте әдемі болып сарқырап ағып жатқан жайы бар бұл бұлақтың да. Мына бастау. Мына өзеннің бастауы ар жақ таулардан басталады екен. Ар жақ таулардан басталып, осыдан до конца қала жаққа дейін кетеді екен. Бұның аяғына дейін. Өте суы өте салқын, бірақ тұнық. Су тұнық. Ағып жатқан суды өздерің білетін шығарсыңдар, ондай қатты тұнық су болмайды. Бірақ мынау бір қызығы өте тұп-тұнық суды ерекше екен енді. Өзінің атмосферасы да, бұл жақтың көрінісі де өте ерекше. Көзбен көрмей, сөзбен айтып жеткізу енді қиын екен бұндай әдемілікті. Алдағы видеосы 1 сағат болатын болды. Айбемен қарады. Болады ғой, короче. Қазір тағы да волонтерлар түсіреміз ғой. Қалай жүретін еді? Қалай жүретін еді? Слишком майнд етіп жатыр ма? Мобилографтың өзіне мобилограф қойыпсың ғой, короче. Сүргенің қарасай бөлек түсіреді. Тура 1 сағат қалды. Тура 1 сағат қалса біз жоғары жаққа барып келейік та? Көріп келейік та? Мобилдің. Видео түсіреді екенсің ғой. Сен неғып адамның андай жүрегіне барып тамақ жейбісің. Кешірім сұрайын, көзім түсіп Аш отқан кезде. Так, байқана оталып тұр ма? Жақы шапарларым. Бөлек кадр ғой. Маған памяті қанша екен білмейміз ғой, түсіріп алып. Памяті бар екен, зор екен енді. Байлап. Байқашы, аяғында бес. Я. Ауылды сырлардың Ой. Что там? Қалай болып отыр? Күшті болып отыр. Зор ма? Зор ғой. Самый главный правило айналаны ластамау. Бәрін өз артымыздан жинап жүреміз. Мен сұрасым өзіңді ме? Сені? Сүрмеш десе, Тамақ қалай болып отыр? тамақ бұйырса дайын болып қалды. 1 сағатта дайын болады ғой. Бұйырса 1 сағат жынасақ, ауыз ашамыз. Жаман қатты қарным ашып тұрған бар еді. Мына жақтан алып ішкім кеп тұр. Міне, достар, дәл осылай жатасың. Хай. Алматы қаласында орналасқанбыз. Бізге магнит алсаңыздар, бізбен бірге оқып жүресіздер. Еба, аттарды қарасай. Енді, еба деген не? Ойлағанбыз, ат көрмеген бәле деп. Ат көргенбіз ауылда. Аттарға барайық кет. Что Барамыз ба? Жігіттер, таулардың арасында жылқылар жүр ма? Жылқыларға барайық. Жылқы сатады екен. Мініп алайық па? Сатпайтын шығар бар бірақ. Сатпайды ау. Қайт шақырады. На. Қашып кетті ғой. Бергеше, братжан. Ой. Қашып кетті ғой. Қашып кетті. Келмейді. Ал кетті ке. На инстаграм жазсаң болады. Болдалады. Деп қойып па.
табиғат деген зор енді. Не бізде Баймикс ұжымының жігіттері ақырындап келіп жатыр, біз ауызашыға шақырған жігіттер. Жақында пультіміз келіп бастайды. Күн сәл-пәл суыта бастаған жағдайы бар енді. Қош келдіңіздер қой. Екінші машина күтіп аламыз. Бізге жатыр ма? Олар қазір келемелі, біраздан кейін бірақ деймін. Негізі нағамыз. Санатамен келген жайы бар енді. Санатаның бұл бөлек саната ғой. Жоғары қарай мынау ма бір жүріп келсе қызық еді ше макетте. Негізі қызық қой, просто мен кете алмай тұрмын да. Сен кете алмай. Қайтайық ақыр, В общем, бізде мына столды ақырындап жайып қойдық. Батын братан отыр. Ертең Қазір. барамыз оны. Иә? Тамаққа той оқып болғарың ғой осыны. Так. Тамақ деген зор болып жатыр. Қажетті тамақ бір ауыз аш сөз бауырым, бля. Маған қарасай, бөлек-тай. Осындай. Мен лайк баспайды. мына жерін жүреді, тоғой ма? Тоғой емес қой. Қараңғы лау болып кетті. Не, қоқ, дайын бол. Жақында аса көрді ме, жел өліп, тәмейіп атыр. Көрді?